Қызылорда облысында жалпы құны 10 миллиард теңгені құрайтын 24 қайырымдылық бағдарламамен жоба жүзеге асырылуда. Бұл жобалар білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қолдау және спорт салаларын қамтиды. Соның ішінде бүгін біз 4 объектіге барып, сол объектілердің қызметімен танысатын боламыз. Бірінші объект бұл арнайы білім беру ұйымы. Жалпы Қазақстан бойынша 2022-2023 жылдары арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтау деген қайырымдылық жоба жүзеге асырылды. Қызылорда облысында 3 арнайы мектеп-интернат бар. Сол үшеуі де біздің жобаға қатысты. Мысалы, номер 6 мектеп-интернатына біз 32 миллион теңге көлемінде көмек көрсеттік. Біздің мектеп-интернатымыз 2000 жылы арнаулы мектеп-интернаты болып құрылды. Интернатымызда қазіргі таңда 56 бала тәрбиеленіп жатыр. Бізге осы 23 жылы Қазақстан халқы қорынан қайырымдылық қоры көмек көрсетіліп, 4 кабинет, активист зал, спорт залдар жабдықталды. Сол осы қайырымдылық көмегімен біздің балаларымыз еңбек сабақтарынан көптеген тәжірибе жинақтап, өздерінің білімдерін шыңдап жатыр. Сіздерге алғысым, өте шексіз рахметімді айтамын. Қазіргі таңда өздеріңіз көргендей, бұл арнайы қыз балаларға жабдықталған шеберхана. Бұл жерде балаларға барлық мүмкіндік жасалған, яғни тігу жұмысы, тоқу жұмысы, ыңғайлы отыруға үстелдері, сонымен қатар қауіпсіздік ережелері сақталған, арнайы тігін машинасында бекітілген тоқ көздері, балалардың өздерінің қиялын іске асырудағы киім пішілетін үстелі, киім өлшейтін бұрыштары, аберлық жасағанда арнайы транспортермен орналастырған пішу машина, тігу, аберлочный машина. Бұл жерде балалар тек қана тігумен ғана айналыспайды. Бұл жерде балалар қол өнерімен, яғни тоқма жіптермен, арнайы берілген тоқма біздерімен, тоқма жұмысын, яғни бұл балаларға қол моторикасын дамытуға үлкен әсерін тигізеді. 2025 жылы 13 оқушымыз мектеп табалдырығын аттаған болатын. Оның 4 баласы қыз бала болатын. Бүгін 4 қыз баламызда тігін мамандығын таңдап отыр, ал 9 ер баламыз дизайнерлікке бет бұрып отыр. Бізге математика кабинетіне толық жабдықталды. Осы кабинет жабдықталғанның арқасында бізде сабақ барысында бір элементті бірден пайдалануға және сыныпты толық қамтамасыз етуге мүмкіндік беріп отыр қазіргі таңда. Интербелсенді тақтаның көмегімен бізде балалар бұрынғыға қарағанда сабақты қызықты, тартымды өтіп жатыр. Оқушылардың сабаққа белсенділігі артып отыр. Қазіргі таңда былтырғы көрсеткішпен осы сыныпта оқып кеткен 6 оқушымыздың барлығы ақпараттық технология мамандығын таңдап колледжге түсіп отыр қазіргі таңда. Қазақстан халқына қоғамдық қорының қолдауымен пән кабинеттерін жабдықтау жобасы бұл білім сапасын арттыруға, оқушылар мен мұғалімдердің жаңа мүмкіндіктер ашуына жол көрсетуде. Осыған орай Қазақстан халқына қоғамдық қорының қолдауымен мектебімізде қазақ тілі кабинеті жасақталған болатын, заманауи талапқа сай. Өздеріңіз көріп тұрғандай тіл ғылымдарының әртүрлі салаларын қамтауға байланысты көрнекі стенд, қазақ тілі пәнінен 5-9 сыныптарға арналған ережелер жиынтығы, қазақтың ақын жазушыларының портреттері, әдеби теориялық ұғымдарға көмекші құралдар, сапалы әрі ыңғайлы табиғи таза материалдардан жасалған сынып жиһаздары, сонымен бірге компьютер, принтер құрылғысы интербелсенді тақтамен толықтырылды. Біздің оқушыларымыз 9-шы Б сынып оқушысы. Бұл жерде біріншіден біз қауіпсіздік ережесін қатаң ұстанамыз. Менің есімім Жұбанова Арайлым. Мен осы интернат педагог психолог жұмыс жасаймын. Ең алдымен сіздерге өзімді алғысымды білдіре отырып, Қазақстан халқы қорына келген құрал жабдықтармен таныстырғым келеді. Ең алдымен сіздерге көріп тұрғандарыңыздай сенсорлы қараңғы шатырлы бөлме, яғни бұл жерде баланың фобиясын басуға арналған. Бұл жерде бала өзін жайлы сезінеді, қорқынышын басады, көңіл күйі тұрақтанады. Одан кейін бізде сенсорлы үкі жұмыртқасы. Бұл жерде бала өзін тыныш сезеді, яғни стрессті жеңуге арналған, және бұл бала ананың құрсағындай жатқандай сезінеді. Тактильді жұмсақ құрал. Бұны мен бастауыш сынып балаларына қолданамын бұны.
Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Алтынбекова Гүлжан Жаңабекқызы. Осы мектепте мен дефектолог маман қызметін атқарамын. Біздің мектебімізде вокал, би, аспапта ойнау үйірмелері жүргізіліп отырады. Оркестрге қажетті музыкалық аспаптар берілген. Атап айтсақ, аса таяқ, тұяқтас, сақпан, саз-сырнай, музыкалық үшбұрыштар, маракастар және ағаш кастанеттер. Әр кабинеттің осының ішінде жалпы мамандардың сұранысы бойынша жабдықталған. Бұл жерде жаңа технологияға, заманауи талаптарға сәйкес кабинеттер жабдықталды. Әр балаға жеке жұмыс жасауға мүмкіндік беретін құралдар берілген. Сондықтан мына біздің осы үш интернаттың жалпы болашақта балалардың жалпы ортаға қосуға балаларға барлық мүмкіндігі бар деп айта аламыз. Соңғы осы кабинеттер жабдықталған 23-ші жыл жабдықталған болса, соңғы 2 жылда біздің балалар өзіміздің өңіріміздегі колледждерге оқуға түсуге мүмкіндік алды. Ерекше атап кететін бұл ұлдарға, қыздарға арналған шеберханалары. Осы шеберханаларда жұмыс жасау нәтижесінде дизайнер, жаңағы қолданбалы қол өнер деген мына интерактивті жаңа құралдардың пайдалану арқылы программирование деген мамандықтарды таңдап отыр. Биылғы түлектеріміз 100% колледждерге түсіп, осы мамандықтарды таңдап отыр. Қызылорда облысында 10 миллиард теңге көлемінде 24 қайырымдылық бағдарламалар мен жобалар жүзеге асырылып жатыр. Соның 11-і осы денсаулық сақтау саласына бағытталған. Жалпы құны 4 миллиард 460 миллион теңге құрайды. Біздің денсаулық сақтау саласында жүзеге асырылып жатқан жобаларымызда. Соның бірі ол денсаулық жолы деген қайырымдылық жоба. Бұл жоба республика бойынша 3 өңірде жүзеге асырылады. Олар Алматы облысы, Ақтөбе облысы және Қызылорда облысы. Әр өңірге жылжымалы медициналық кешен сатып алып берілді осы жобаның аясында. Ол кешен 2 автокөліктен тұрады. Бұл автокөліктер заманауи талаптарға сай медициналық жабдықтармен жабдықталған. Мысалы, бір автокөліктің ішінде ол компьютерлік томограф, екіншісінде маммограф цифрлық және УЗИ аппарат экспертного класса. Әрбір медициналық жылжымалы кешеннің құны 1 миллиард 91 миллион теңгені құрайды. Жалпы жобаның құны ол 3 миллиардтан астам. Неге осы 3 облыс анықталған? Бұл 3 облысты Казньор анықтады. Сүйене отырып, статистикалық көрсеткіштерге сүйене отырып, және бұл өңірлерде ең көп шалғай жерлерде орналасқан ауылдар болғандықтан. Мына артымыз көріп тұрған медициналық жылжымалы кешен әрбір шалғай ауылдарға барып, халыққа скрининг жүргізеді, онкологиялық скрининг және профилактикалық тексеруді жүргізеді. Алматысыздар ма, құрметті әріптестер. Қазіргі таңда Қазақстан халқы қорынан алынған кешен бойынша атап айтатын болсақ, бұл жаңа әріптесім Зәуре Ануарбекқызы айтып кеткендей, Қазақстан бойынша 3 облыста бар. Қызылорда облысы, Алматы облысы және Ақтөбе облысы. 2023 жыл мен 2025 жылдың аралығында жалпы осы Қызылорда облысына бөлінген жылжымалы медициналық кешеннің тексерісі бойынша атап айтатын болсақ, 7190 адамды толығымен біз қамтамасыз еттік. Оның ішінде аудандарды жіктеп айтатын болсақ, Арал қаласынан Жаңақорған ауданының 2 орталықта 7190 адамның ішінен біз қателі ісікке, қазақта айтып келмейтін қателі ісікке 435 пациент күдік тудырды. Оның ішінде жіктеп айтатын болсақ, 27 науқас онкологиялық ауруларға күдікті болып табылды. Бірінші сатысымен 10 адам, екінші сатысымен 9 адам, үшінші сатысымен 7 адам,
төртінші сатысымен 3% бізде осы жіктеліп отыр. Қазіргі таңда жұмыс барысы осы қыркүйек айының осы 20-сына дейін жүрді. Шиелі ауданында соңғы рет біз болдық. Ары қарай жұмысын жалғасуда. Эксперттік бізде осы көріп отқандай Қазақстан халқының қорынан берілген кешеннің ішінде бізде компьютерлік томография, цифрлық компьютерлік томография. Бұл өзі Жапон мемлекетінде жасалынған 127 срездік компьютерлік томография толық тексерістен өтеді. Оның ішінде бас аймағын, брюшной полость, кіші жамбас астауын полностью тексерістен өткізеді. Екіншісі бұл толық әйел кісілерде кездесетін омырау, сүт безінің омырауы. Омырауы бізде цифровая маммография тексерісімен толықтай өткіземіз. Бұл дегеніміз 5 мм-ге дейін түйінді көрсетіп, ары қарай қателестіктің алдын алу шараларын нақтылап береді. Ары қарай экспертный УЗИС аппараты бар. Экспертный УЗИС бізде брюшной полость, тоже щитовидная железа, әйел кісілердің малы таз полностью түсіріп, түсіру барысында анықталған түйіндердің бәрін осы онкология орталығына жолдап отырамыз. В целом в Кызылординской области в системе социальной защиты населения реализуется 4 благотворительных проекта на общую сумму 334 миллиона тенге. Одним из этих проектов является пилотный проект реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях. Этот проект реализуется в 4 регионах. Это Абайская, Кызылординская и Павлодарская области и город Шымкент. Фонд на реализацию данного проекта выделил бюджет в размере 4,5 миллиарда тенге. Цель проекта – это повышение реабилитационного потенциала детей со средней и тяжелой степенью инвалидности в домашних условиях и повышение качества их жизни. То есть в рамках данного проекта детям предоставляются технические средства реабилитации на основе договора безвозмездной аренды. Эти услуги бесплатные, и в зависимости от диагноза детей, от имеющейся проблемы, от 2 до 6 месяцев предоставляется техническое средство реабилитации. Данный проект реализуется в партнерстве с Министерством труда и социальной защиты населения. На сегодняшний день закуплено 400 единиц оборудования на общую сумму 1 миллиард 160 миллионов тенге. В том числе для данного центра закуплено 95 единиц технических средств реабилитации на общую сумму 285 миллионов тенге. Пилотный проект реабилитации детей с инвалидностью в домашних условиях создавался для устойчивого улучшения двигательных функций, коммуникативных навыков, качества социальной реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. С августа по ноябрь 2024 года, в марте 2025 года к нам в отделение поступили 20 многофункциональных адаптивных кресел, модели BIMI Kimba, 47 вертикализаторов, переднеопорных, заднеопорных, передне-заднеопорных, моделей Highrizon, Squiggles, Pronestender, 16 MyWay ходунков и 12 тренажеров ТИГа для восстановления верхних и нижних конечностей. Из 130 детей 68 сейчас имеют возможность работать на наших ЭТСР на дому. 30 детей уже завершили проект. 18 детей работают на наших реабилитационных средствах. 11 детей уже завершили участие в нашем проекте. 3 детей находятся на обучении. Бұл құрылғының тиімділігі бізге осанка шамалы жақсарды, бір жағынан арқасын ұстамайтындығын алдында артқары шалқайып кете береді. Сол аяқ қолы шамалы орынға келді, несі аяқтары шамалы опора пайда болды. Жатысы жақсы болды. Алдында жата алмайтындығын шалқалап жатады уже. Қазіргі бұл құрылғыны біз тегін алып жатырмыз. Ненің Қазақстан халқына қорының қолына несінен көмегімен осыны алып отырмыз.
үйге алып отырмыз. Біз бұл екінші ТСРіміз. Бірінші ТСР бізде коляска болды. Колясканың арқасында менің қызым арқасы жақсы болды, басын ұстауға ұстады. Бұл біздің қазір вертикализатор. Вертикализаторда біздің беліміз, аяғымыз, бізде голеностопта, суставта не бар, спастика бар. Сол спастикамыз не жақсарып. Бұл үлкен өте көмек. ТСРді біз күндіз қолданамыз. 2 мезгіл, 3 мезгіл қолымыз істеген уақытта. Күндіз біз бассейнге барамыз, ЛФК-ға барамыз. Жаңағы өте көп ақша кетеді. Әл-Фараби атындағы номер 201 мектеп лицейінің 11 сынып оқушысы Жадырасын Бағдәулет. Біз осы ұлдар шеберханасында лазерный станок арқылы осындай керемет қазақи нақыштағы интерьер, яғни қазақи нақыштағы тұрғын үйді жасадық. Солай біз алдымен аудандық сайыста бұл осы интерьер арқылы бірінші орынды иелендік, және облыста осы интерьер арқылы тағы да жүлделі орынмен қайттық. Бұл интерьер толыққанды осы лазерный станок арқылы жасалды. Және осы интерьердің ішінде жарықтандыру барлығын қостық. Аты жөнім Жанқабыл Файруз. Мен осы көрмені сіздерге таныстырып жіберсем, осы кабинеттегі жабдықтар арқылы және ұстаздардың көмегі арқылы біз осы дүниелерді жасап шығарамыз. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Біздің мектептің музыка пәнінің ерекшелігі бізде мұрагер бағдарламасымен жұмыс жасайды. Ал мұрагер бағдарламасының ерекшелігі бірінші сыныптан бастап оқушылар қолына қалам алып үйренсе, бізде қаламмен қоса домбыра алып, домбыраның қырсыны меңгеріп, домбыра аспабын насихаттайды. Енді бізде 2008 жылдан бастап осы мұрагер бағдарламасымен жұмыс жасаймыз. Мұрагер бағдарламасымен жұмыс жасап атқанымызға 20 жылдай уақыт болды. Осы 20 жылдың уақыттың ішінде мына домбыраларымыз бізге арман болатын жақсы бір кәсіби қасиетті жақсы домбыралар келсе деп. Осы арманымыз орындалып, біздің былтырдан бастап 250 мың көлеміндегі бізге осы қолдау қорына, Қазақстан қолдау қорының арқасында бізге жаңа кәсіби домбыралар келді. Осы кәсіби домбыраларды біз жарыққа шығарып, республикаға, облысқа балаларды шығарып жатырмыз. Заманауи жаңа үлгідегі физика кабинеті жабдықталған болатын. Бұнда енді біздің сабақ оқу, яғни оқыту үдерісіне арналған интерактивті панель ең бірінші. Одан кейін зертханалық жұмыстарды орындауға арналған түрлі құралдар мен жабдықтар, және ең маңызды құралдар осы сандық технологияға негізделген түрлі физикалық шамаларды өлшеуге арналған датчиктер. Заманауи үлгіде соңғы үлгідегі жабдықталған. Осы құралдардың көмегімен біз сабақ барысында әртүрлі тәжірибелік жұмыстарды орындаймыз. Сонымен қатар оқушыларымыз олимпиадаға, ғылыми жобаға дайындық жұмыстарына дайындалады, және осындай пәндік үйірмелерді өткізуге қатыстырамыз. Осы биология кабинеті жабдықталғаннан бері көптеген зертханалық жұмыстар жасаудамыз. Яғни бұрын біз жарық микроскоптарын қолданып едік, ал қазіргі таңда осындай электронды микроскоптарды қолданамыз. Бүгінде біздің қорғайтын жобамыздың тақырыбы ауыл шаруашылығына арналған автоматтандырылған робот арбасы. Біздің жобамыздың өзектілігі қазіргі заманда ауыл шаруашылық мәселесінде ең негізгі
проблемалардың бірі ол топырақты сынау бойынша білімнің аздығы, жалақының аздығы, тұқымның және судың көп мөлшерде ысырап болуы және дизель отынның қымбатшылығы. Осы мәселелердің бәрін жою мақсатында біз осы жобаны ұсынамыз. Біздің жобамыздың схемасына көтетін болсақ, Arduino Uno микроконтролін сервомоторға жалғап және оның бәрін дистанционды басқару үшін 33 МГц мегапультіне жалғап, біз бүкіл жобамен басқарып және онымен дистанционды басқарамыз. 50.515 кітап қорымыз бар, 35.078 оқулығымыз бар, 2276 көркем әдебиетіміз бар, 2 кітапханаш қызмет жасаймыз. 2024 жылы Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Әл-Фараби атындағы номер 201 мектеп лицейге Қазақстан халқына қоғамдық қорынан 250 миллион қаржы бөлінді. Сол бөлінген қаржыға мектебімізге 18 интерактивті панель, 56 жаңа заманауи моноблок, пәндік кабинеттер, оның ішінде физика, химия, биология лабораториясымен қоса алған кезде арт, STEM студиялары және де сабақ барысында пайдаланатын жаңа үлгідегі дидактикалық материалдар мен жабдықтармен толығымен мектебіміз жабдықталды. Соған сәйкес мектебіміздің мұғалімдері де өзінің кәсіби біліктілігін дамыту мақсатында Қызылорда, Шымкент және Түркістан қалаларында курстарға қатысып, әлгі күнге дейін тәжірибе алмасуда. Енді қандай нәтиже берді ол курстар дегенде айтатын болсақ, бұл курстарға қатысқан ұстаздар өзінің кәсіби байқауларына қатысып, облыстық республикалық деңгейден жүлделі орын алып, біздің мектебіміздің жетістік қоржынын қазіргі таңда толтырып келеді. Мектебіміздің жаңа оқу жылының 1053 оқушымен бастап, осы жоба аясында оқушылардың деген қосап айтсақ, жетістігі де жоқ емес. Оның дәлелдің бірі 2 жыл қатарынан мектебіміз ауыл мектептеріне арналған республикалық ауыл олимпиадасына қатысып, бас жүлде ұтып алып, ең ауыл үздік мектебі деген номинациямен біз марапатталып отырмыз. Жоба аясында ұстаздарымызда, оқушыларымызда бір серпініс алды деуге болады. Себебі заманауи құрылғылармен жұмыс жасау мақсатында оқушыларымызда, ұстаздарымызда үлкен бір қызығушылық, шығармашылыққа деген, ғылыми жұмысқа деген қызығушылығы арта түсті деп айтуға болады. Білім сапасы көтеріліп келе жатыр. Сол мақсатта және ұстаздардың атынан, ұжымның атынан, ата-аналардың атынан Қазақстан халқы қорына біз алғысымызды білдіріп, ризашылығымызды жеткізгіміз келеді. Сәлем достар, есімім Нұрсұлтан Болат, Қызылорда қаласындағы блогер-инфлюенсермін. Бүгін біз Қазақстан халқына қорымен бірге пресс-турда болдық. Бірнеше Қызылорда қаласындағы әлеуметтік, білім саласының, медицина саласының ғимараттарын, нысандарына бардық. Өзімнің алған әсерім өте күшті. Қызылорда қаласында осындай нысандардың дамып жатқанына қатты қуаныштымын. Оған Қазақстан халқына қорының қатысы бар екені одан да қатты қуантады. Сіздерге үлкен рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Пресс-тур барысында біз медициналық мекемелерді және білім ордаларын араладық. Қазақстан халқына қорының ұйымдастырған пресс-туры бізге өте қатты ұнады. Өте көп мәліметтер алдық және осы мәліметтерді алдағы уақытта өзіміздің жаңағы журналистік бағытта жарататын боламыз. Қазақстан халқына қорына көп рахмет. Осындай пресс-тур ұйымдастырып, бізге көп мәлімет бергені үшін.